Самал Құрманбайқызы кішкентайынан білімге бейім, жаңағы көшбасшылық қасиеттермен танылып атты. Мектебімізде жиі өткізілетін білім, спорт, өнер сайыстарының барлығында Самал өзін көрсете білді. Самал ұйымдастырғыш, көңіл-күй сыйлайтын, жолдастардың арасында беделі бар, әр жағдайда көмектесе білетін студенттердің бірі болдық. Самал Құрманбайқызы деген кезде ең адал, ең сенімді, ең қарапайым, керемет достардың досы, құрбылардың құрбысы. Дүниеде ана махаббатынан қасиетті нәрсе жоқ. Менің анам Самал Құрманбаевна әлемдегі ең әдемі, жаны сондай нәзік мейірімді жан. Осы уақытқа дейін балапандарын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, біз үшін жан шыра шырылдап уайымдайтын, қандай мәселе болмасын сабырлықпен шешетін, түсінігі мол, дана адам дер едім. Мектеп қабырғасында білім нәрімен сусындатқан өз жұмысының алғыр маманы Сәрсенбекова Самал Құрманбаевнаның 2022 жылғы түлегі боламын. Талмай еңбек етуде, өз ортаның мықтысы болуға тәрбиелеген асыл адам. Мен Алтынбекова Жанель 2022 жылы Айгүл қаласында қалалық көпсал қазақ мектеп гимназиясында түлегімін. Класс жетекшім Самал Құрманбаевна болды. Дәл қазіргі уақытта мен Алматы қаласында Қазнұрда бастауыш білім беру мамандығы бойынша мұғалімдікте оқып жатырмын. Маған Самал мұғалімнің көмегі көп тиді. Дәл қазіргі уақытта да сол кісінің ақылымен, сол кісінің қолдауымен ғана жүрмін. Менің сынып жетекшім Самал Құрманбаевна. Мен өзімнің сынып жетекшім жайлы айтқым келгені, ол кісі өте білімді, тәрбиелі, саналы, білім нәрін сусындатқан, үлкен өмірге қадам басқан екінші анамдай болып кеткен кісілердің бірі. Қайырлы күн. Менің есімім Қайырбек Ақымбат Жанбекқызы. Мен Айгөз қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының 2022 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда Еуразия ұлттық университетінің сайыстану мамандығының 2-ші курс студентімін. Менің сынып жетекшім Самал Құрманбаевна. Ол кісі біздің еркелігімізді көтеріп, қателігімізді кешіріп, сабақ бере отырып сүйіспеншілікке баураған, махаббатпен тәрбиелеген ұстаз.